Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге өте қарапайым жасалатын, дегенмен дастарханның сәнін келтіретін ерекше салаттардың жасалу жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Екі салатта буратты сырмен жасалады. Ең бірінші салатымызға осындай салат жапырақтарын қолымызбен үзіп бөлшектерге бөліп ыдысымызға орналастырып шығамыз және ортасына буратты сырын қоямыз. Одан кейін осы сырдың жан-жағына туралған апельсинімізді орналастырып шығамыз. Салат жапырағының орнына рукколаны да қоюға болады. Одан кейін әдемілеп грек жаңғағында орналастырып шығамыз. Ең соңынан үстіне бальзамикалық крем соусты осылай ағызып шығамыз. Осымен бірінші салатымыз дайын. Екінші салатты жасау үшін қызанақты осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Одан кейін ыдысымызға осылай дөңгелетіп орналастырамыз. Әдемілеп орналастырғаннан кейін ортасына буратты сырын қоямыз. Және үстіне паприканы себеміз. Әдемілік үшін аскөкті осылай қойып шықсақ болады. Бұл салаттардың ерекшелігі осы буратты сырмен дайындалатындығында көп уақытты талап етпейді. Сонымен қатар дастарханыңызға ерекше сән береді. Жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.